бір туған дейді, бауырымыз ғой бәріміз, кәне. Бүйтіп аласың, қолыңды былай шығарасың да тартасың. Рамазан. Ал, Шымкент против Қырғызстан Республикасы. Мен тоқта дегенше жыласыңдар. Мен тоқта дегенше, қазір көреміз. Вообще мен бүгін бірінші рет қазақ пен қырғыз таластырып отырмын. Әлі емес, өзім айтам. Қырғыздар деп, бұлар мақта, ты что? Хайде бір шулайтта президент ауыстырып тайды бұлар. Біз ғой ол тыныштық болсын деп, қалай отылғанымызды білмейміз. Қазір көресің қазір. Бүйтіп лақтырып жүріп, ақ үйден бірақ шықпа сен қазір. Бір, екі, Шымкент или Қырғызстан. Я с тобой, талас. Мен өйткен мәшінем қырғызский. 2 жарым, 3, әкет, ал, ей, до конца, Манастың ұрпағы, до конца, сен Манастың ұрпағысың, қой берме, талас, Шымкентті қоймайды, давай, не қазақ, не қырғыз, давай, кәне, жол, рухың қайда, намысың қайда, давай, қырғыз қайтпайды ол, жыламыз, жол, әкетті, шапалақ. Өйткені бойдан бірінші өзің шештің, көрдің, не үшін ұтылып қалдың? Бірақ қонақ, кафел тайғақ дейді. Ұрысқын кеп тұрма мен? Так, Рамазан, давай, Рамазанға бір утешительный подарка, Ерлан. Рамазанға бір подарканы беріп қойыңыз, Рамазан, нормально. Шапалақ ұрып қояқ, дұрыс қой міне. Жалғыз қырғыз бауырым. Қазақтың тойы деп келіп тұр. Қалай шапалақ ұрмайсыңдар? Бір қазақ бауырымның тойы деп келіп тұр. Әлде Найман тойы деп келіп тұрма сен. Ал, енді сен полуфиналдасың. Давай, кішкене массаж істеп дайындал. Ертең сен интернетті жарасың. Давай. Ал, енді мұн жақтан Тарас кеттік аға. Тарас против... Қайсын жіберейік? Еңі соға, міне сән, көкем тұр ғой. Шәкем тұр ғой. Мен балдармен бала болмай қойын, мен телохранительдерім бар. Мұха. Кім? Телохранительіңіз? Тоқта, кетпеңіз. Көрейік телохранительіңізді. Біреу, міне, Мұха, шық. Мынау ма телохранитель? Алда жалда біреу мылтық ататын болса, наоборот, сізді телохранитель деп ойдап, сізге ататын сияқты ғой ойлап қап. Ал, көрейік. Шкаф пен тумбышка. Ал, сенің көкем есім қалай дедің? Нұрмұхамед. Орта қарай. Ал, Тарас және Түркістан. Су жаңа облысы Қазақтың. Түркістан или Тарас. Екеуі да Т. Қараңыздар шықпейм да? Міне. Бүгін той өтіп атыр. Т. Той. Түркістан. Т. Тарас. Т. Тарас мен Түркістанның ортасында кім тұр? Тамада. Т. Той қай ресторанда өтіп атыр? 3 семерки. Т. Көрдіңіздер ма қалай? Күшті болып отыр вообще. Ал. Олимпиададан деген қыздарды алып таңдас. Қазақстанның сборный тренерлары құсап, отырып ап, әңгіме айтып отыр. Жоқ, өзі, міне черта, міне черта. Черта қойын ба? Сіз бүйтіп жатып алың, сол линиямен көрейік. Менен не, фломастер тасып жүрім ба қазір? Бұна кісілер кім өзі? Күшті вообще. Өздері судья, молодцы, осындай кісілер жақсы көремін, дұрыс. Бүйтейік, ол жеңген адам, жеңгені понятно болады, оны әйелдерге түсіндіріп жатпаймын. Жігіттер өзі итак түсінеміз ғой, кім жеңгені. Ал, не Түркістан, не Тарас. 1, 2, 3, әкет, ал!
Өз жеңген адам белгілі от. Все, әкетті шапалақ Тарас. Мынау көке телоохранителің мықты екен көке. Жоқ, ол шығармаймыз уже. Аға. Болды, мұға жұмыстан шықтым. Нормально. Так, енді жоқ, сен жоқ, ана кімге мұқаға бересіз ана жақта. Сізге, міне. Ал, енді мұнда қалғаны сіз және қайсыз? Сізбен кім? Екі құда қақ қойдыңдар ма не? Финалға? Давай, онда финалға. Так, сен Қырғызстанмен ұшып кеттің ғой, Ал, сіз міне. Давай. Түрлеріңді ұқсайды. Бірін қазақский, бірін қырғызский версия. Давай, сен мұна жаққа тарт, сен мұна жаққа тарт. Ал, шапалақ ұрықпай, Қырғызстан және Қазақстан тағы бір схваткас. Екеуі да құда осы үйге. Ал, 1, 2, 3, әкет, кәне! Жол! Шапалақ ұрықпай! Мына, енді алыстан кегесін бір жақсы подарок берекші мына жігітке. Жоқ, андағы жақсы. Кішкене бір қол ашық қыздарды ғой жан жерге. 150 теңге бірдеңесін алып келеді. Дәу подаркалар бар ғой. Иә? Ебәсе, қайда жаңа? Шон қайда? Болды, бұтыңды қозғалт. Жақта бұт деген, аяқ деген сөз дұрыс қой, я? Аяғын қозғалт деп атқаным ғой. Давай, жақсы. Президенттарың тыныш болсын бәрі. Ал, мұнда енді сіз және Жанболат шапалақ ұрықпай. Ал, құдалар! Күйеу балдарын сынайтын сәт келді. Тарас, Көкшетау. Көрдің бе? Дым күрестірмей сен финалға алып шықтым. Бұл өзі де түсінбей қалды қалай финалға шыққан. Ал, сал енді барын. Сен екінші схватқа кетіп атыр сенде. Дұрыстау. Сәл. Тағы кішке жылжыш. Жоқ. Мынау жеңу үшін Жанболатын. Бауырымсың ғой, құпияны айтайын саған. Сәл еңки. Зеңгі бұл күш аласың сонда. Өте кетіп қаласың саған. Жаным ашты, Көкшетау біз жеңу керек, Жанболат. Твои глаза, мои глаза. Сәл еңки дейін, еңки. О, түсінесің қазір, тартқансың, сен еңки. Жоқ, сен бұлай, жүр тұр. Сен еңки. Нечестно болатыр ма? Нечестно? Шымкенттен үйренгім. Әйтсе бір жақта ондай жоқ. 1, 2. Что-то сен бұқсап айттап атсың, Жанболат. Қазір отылып қалмайды масқара болып. 3, әкет! Ал! Шапалақ ұрақ, Көкшетау! Жол бере салды негізі. Жол бере салды. Бізге ондай керек жоқ. Біз мына Көкшетауның жігіттеріне бір жол бере, бір аяныш. Жігіттер, олай не қылмаңыздар. Жоқ, Құдайға шүкір бізде бір адамға жететін күшіміз бар. Бар ғой. Сондықтан раз, давай, любой шықсын. Міне, действительно Көкшетауды жұлып әкетем деген. Неужели Найманнан ба бір жігіт шықпайды кәне? Кім шығады? Действительно. Жаңағыдай, дей салатын кері жоқ. Біз схватка үшін келдік. Біз жеңу үшін келдік. Кім ал? Ахиллес! Сен пеле! Кім? Шарынан бар ма? Атын айт кәне. Кім шығарасың, әділет? Бажаң ешкімнен қорықпайды тұр бүгін. Жоқ, әйелдер шықпайды кәзір. Кім? 1. Ел аманды сайлап атыр, ал шапалақ ұрақ шыған әкей. Ел аман! Ел аман! Екен Алтай атыраудың арасы, тауға ұрып өзің
Күлекең қашып кетті. Ой, неужели ешкім шықпайды? Бақыт көке. Біреу Көкшетауға қарсы кім шығайын деп жатыр? Екеу шықпай тұр ғой, қорқып тұр ғой. Жоға көзі дірілдеп. Ал, шапалақтап шақырайық, жібер. Қазақтың баласы, жаратқан алла панасы, есігі байтақ даласы, алашынды. Түркістан кеттік қалай? Бұрыл. Ал, Түркістан мен Көкшетау. Босама деп жатыр саған. Ана кісі бір дұға оқып жатыр ма, бірдеңе айтып жатыр саған. Гипнотизировать деп жатыр. Көкшетау, осыны жеңіп кетсек. Жеңсе 10 мың берем деп жатыр. Тоқта, естет бар. Жеңсе 10 мың берем дедіңіз ба, или жеңген адамға 10 мың ба? Жеңсе мандаринді 10 мың алады. Не ағыл дейді? Не башы, тәтір. Мұнаның жаны кіріп атыр ғой кәдімгідей. 9 мыңнан берсейші. Көрдің ба, ана еркек ба? Еркек до конца берді. Мұнау кәдімгідей мотивация ма? Мотивациясы ма? Саған не дейін? Жеңсең жұмаққа кір. Мен тек дұға етем сен үшін. Көрек, Түркістан или Көкшетау. Жаңа айттым ба қалай істеледі? Жоқ, шуламаңыздар, 3 деген кезде. 1, 2. Сосын той бойы осылай тыныш отырыңдаршы. Тілек айтады ғой. Тілек айтқанда шуылдамай, дәл осылай отырыңдаршы, Құдай үшін. 1. Апа, қойшы енді. 1, 2. Өсіп айтам дейін. 1, 2. Өткенде осылай бір той болды. 3. Бас, екі. Ой, о шайнекті қайтады, мандарин беріп атыр оған. Негізі менің туған жерім Петропавл. Жоқ, Көкшетауда тұрам, разговор жоқ, бірақ солтүстік Қазақстан облысында туған, жалпы айтып атқан ғой. Ал, соншама мандаринда қандай құдірет бар, мен түсінбей тұрмын. Еще мына жерден бастатты, ана жақ мандарин деген сайын кетіп бара тұр ғой бүйтіп. Ана жаққа дейін әкепті. Мен ойлаған бұлай айналып, ананың алдына келе шығар деп жаңағындар. Енді нормально, сен старался, мықтысың, саған енді екінші орын беріп қойық. Шапыла бірақ, мына жігіттің подаркасы қайда. Сосын енді сен бір схватка, нормально, ал. Қайда? Жоқ, әлде сен өкпелеп тұрсың ба, мен бәрібір мынамен шығам кек алам деп. Нормально ғой, примерно қарадылай болады. Саған ешкім мандарин бермейді, риза болайын болсын. Ал, шапыла қырық қояқ, Түркістан, мықты, Түркістан!